Міне, осы жер. Жұмбақ және қорқынышты атмосфера, қиын жұмбақтар мен мықты актерлық ойын. Қарғыс қорған. Әули қамал. Символика түрінде айтсақ, қамалға түсек шыға алмай қаламыз. Сәлеметсіз бе? Сіздер жазылып бердіңіздер? Иә, 14:30-ға. Күту залына қарай өтіңіз. Ойындарыңыз сәтті өтсін. Уоу, тура үйіміз сияқты. Маған бұйраш осы квестті тышып қойғанын айтқан. Қызық, қай жерде екен? Саған ол не үшін? Оны тышқан болғаны қараң кеп тұр ма? Так, балдар, ауыздарыңа ие болыңдар. Біз ел жұрттың алдында дөрекі сөйлемейміз. Мен сушыма не деп қойдым? Біреу тышты, біреу боқ дейді. Сосын мен сендер үшін. Ой. Бәрі дұрыс. Бұл тәрбие процесі. Диванға отырсаңыздар болады, шай кофе тегін. Сіздердің ойындарыңыз біраз уақыттан соң басталады. Біздің квест ойынымыздың тәртіп ережелерін айта кетейін. Қабырғада қойылған заттарды алып сындырудың керегі жоқ. Егер де қозғалту керек заттар механикалық болса, оларды қатты күшке салудың да қажеті болмайды. Барлығы жеп-жеңіл. Әр бөлмелерде көмек алу батырмалар бар, егер де жұмбақ шешу қиын болса. Ойында 2 топқа бөлінетін боласыздар. Сіздер төртеусіздер. Ата-ана қарсы балалар немесе ұлдар қарсы қыздар болып бөлінсеңіздер болады. Эй, онда үшеуміз мамаға қарсы шығамыз ба? Солай екен. Сәтті ойын болсын. Мынауың бір түрлі екен. Мынауың бұл түрлі екен. Әкесінің түрін көрсем, түршігіп кетем. Тез-тез боларсың. Сенің кезегің. Осындай кезде барлығы ауырып қалады бұлар. Осы сменаға екеумізді тыға салды. Болды, дайынмын. Мониторларға қарап қой. Ал егер топ екеу болса, онда қарсылас болып, біреу жеңіп, біреу жеңілет? Иә, дәл солай. Квест бұл лабиринт. Қайсы бірінші шығады, сол жеңеді. Ол енді ойнаймын деп келдіңдер ме? Ау тіп сенің сырты сияқты. Аха, The Hellas Ritual. Жабындар да. Мені тыңдаңдар. Блять, менімен жүріңдер. Тек бір ғана топ бұл жерден тірідей шығады. Өздерінің бейшара өмірлерін сақтап. Дайынсыздар ма? Сонымен, біз астаға түсетін сияқтымыз. Ойлап көрш, егер олар адамдарды квест ойнатамыз деп әкелсе, сөйтсе, бұл квест емес, адам өлтіретін жер болса. Дәл солай. Мен бұрыннан бері осы жерді іздегенмін. Мұнда қаншама адамдардың жаны кетті. Мен сол үшін телефон тапсырмадым, кенеттен сөйтіп кетсек қазір. Мұнда көне магия қолданған. Байқау жүр жауынгер. Қылышынды дайын ұстап жүр. Қоп болады патша. Патшасы нес? Альянсқа көшіп кеткенсің ба? Онда кімсің сен? Мен Рич, ал сен мен тіріккен өлексесің. Қоп болады қожайын, жаратушы бірдеңе. Тағы кім еді? Бәрі түсінікті сияқты. Осы ескі жабық. Жасырын рычаг тауып алып, оны итеру қажет. Сосын ашылады. Дәл солай, Вики. Есімдетін бір фильмді кірпіш етергенде есік бірден ашылған. Бұрын мен сөйтіп шығатынмын. Не деген арсыз әрекет? Жұдырығымнан айырыла жаздадым ғой. Мүмкін сені алдағысы келген ғой. Дұрыс айттың. Мені жолдан тарттырайын деген ғой. Мен сонда дұрыс жолдамын. Қане, наны тартып көрейік. Жоқ. Қадалды. Ал егер мынау қап болмады. Нау түрімен бүкіл кірпішті қадаламын ғой. Менің ойымша отырған кірпіш өте Көмектеспе, өзім табам. Егер мен кірпішті жасырсам, егер кірпіш болсам ше. Мынау не дауыс? Вики, сенің қолына келді. Сен дұрыс кірпішті тарттың. Мен оны жай тартпадым. Мен оны бірақ жұлып алдым. Физикалық күш керек емес деп қояды. Шатастырғандары ғой. Қас. Мен бірінші жүрейін, егер... Блин, неге ұзақ. Мен 15 минут микрокол ойнап кеттім. Қыз ол қайда? Қой!
құтқарыңдар, қайтығы бір жоқ лифт мен ағамнан айырып жерді. А? Твою мать! Хэви? Ойынның ортасында топтар араласып кетеді екен. Біз енді Вики мен Хэвиге қарсы шығамыз. Деп бүкіл жұмбақтарды шешті, ал мен дым түсінбедім. Онда бізде тең мүмкіндік. Өйткені мамаң осында. Анау бөлмеде папаңмен мен өзім жалғыз өте қиын кірпіш жұмбағын шештім. Ал папаң болса түк түсінбей қақиып тұрды. Хе-хе. Адексторометр сорсум. Алдымен үсті, кейін оңға. Білесің бе, мұнда латын сөздігі бар. Егер латын тілін білмесек, осы кітапты іздеп жүрушек. Анда бір нәрсе жазулар бар, олар бірдеңен айтады шығар. Ақмақ болма, Хэви. Олар бар болғаны сені алдап тұр. Астапыралла, ана куалдан қабырға бітеп тастаған. Микрофон қалай қосушы еді? Анда бар, ресеттің жанында. Ресет. Мам? Міне шығу кілті. Я, бірақ демен болғанда ол неше түрлі заттар жасаған, сөйтіп біз Жоға, ол ресеттің өзі. Ойынды қайтта бастадың, жанында тұр. Мүмкін мынау белгі шығар, біреу әлде сенбей ме? Жарық, дала көрінді. Қызық емес болады деп ойлағанмын. Ханым, куалдан орнына қойыңыз. Физикалық күш қолданбаңыз. Ғимарат өте ескі. Кірпіш тартпа деді аға. Құдай сақтасын. Оны тоқтату қажет. Полицияны шақыра бер. мен мына жерге сыйып кете аламын. Жоқ, маған әлі тығыз боп тұр. Сен алда шығып кете бер, ал мен артыңнан сындырып шығам. Ханым, ойнауды тоқтатыңыздар. Қыз, крем, кілт тауып алайын. Анауыңа отапси. Егер біз шықпай ол бізді тауып алып кіріп кетсе, онда жеңілеміз. Блин, сен анда сыймайсың. Не істейміз сонда? Ал наны, Хэви. Бұл топтық ойын. Біз бір топ болсақ, бір-бірімізді қолдап қорғауымыз қажет. Егер топ жеңілсе, онда әрбіріміз жеңілеміз. Ойын аяқталды. Қабырғаны сындыр! Мен есікті ұстай! Кетіңіз. Қане бол тез! Үстіге ұр! Тағы бір рет! Дайын! Өйбей! Қалайсың? Аман бісің? Қалай сонда? Бізден бұрын біттіңдер ме? Иә, Тобымыз ауысқан кезде біз папа екеуміз әлемдік рекордты жасадық. Ойынды 2 минутта 14 секундта бітірдік. Қалай сонда? Сендер сол уақытта тез-тез қабырғаны сындырып шықтыңдар. Олай істеп керек жоқ. Бізде басқа тапсырма болды. Енді бұларың әділетсіздік. Онда білесіңдер ме? Екеулерің тез-тез бітіргенмен де, біз Хэви екеуміз керемет болдық. Біз нағыз топ болдық. Аға. Айтпа деме, сендер болсаңдар тез-тез өтіп жалығып кеткен шығарсыңдар. Ал маған және Хэвиге шынымен де көңілді болды. Дәл солай ма? дұрыс айтасың, Вики. Біз де жалғыз кеттік. Әрине, өйткені сендер ойнай білмейсіңдер. Ал біз қалай кірпіш алып шығып сындырғанымызды көрсеңдер. Мә, тура топтың жұмысы.